Үкім тек Алладан. Бұл дұрыс. Дегенмен де осы сөзді бұрмалайтын топтар да бар. Али радиаллаху анху заманында харажилік топтар үлкен бүлік жасаған болатын. Олар мұсылмандарды кәпірлікке шығарып, үлкен күнә жасаған мұсылмандарды кәпірлікке шығарып, және де билікпен келіспеген жағдайда кәпірлікке шығарып, олармен соғысуға дейін барды. Олар туралы пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам хадисте олар Құран оқиды, бірақ та олардың көмейлерінен Құран өтпейді дейді. Және де тағы да бір хадисінде олар сондай садақтың жебесі оқтан қалай шыққандай, оларды дінден солай шығып кетеді дейді. Сол себепті эмоциямен айтылған әрбір уағыз еш уақытта ақиқат болмауы да мүмкін. Мәселен ұранда емес, мәселен түсінікте. Дін қатыгездік емес, дін әділеттік, тәртіп, білім. Такфиримен басталған жол ол бүлікке апару мүмкін. Ойлан, әр қатта айтқан сөз ақиқат емес.